Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Қуанышбек. Бүгінгі видеода сіздерге ауыздан жағымсыз иістің шығуы туралы айтқым келіп отыр. Не үшін жағымсыз иіс шығады? Уайымдамаңыздар, бұл сіздердің кінәңіз емес. Ауызды 100 рет жуу, күніне 1000 рет жусаңыз да ауыздан жағымсыз иіс шығатын болса шығып тұрады. Не үшін? Оның барлығына медициналық көзқарас бар. Ешқандай зубный паста, ешқандай сулар ауыздан жағымсыз иісті құтқара алмайды. Себебі ауыздың қуысында басқа аурулар болуы мүмкін. Олар қалай? Жалпы медицина, табиғат барлығы бір-біріне ұқсайтын ғылым. Табиғатта болып жатқан процестер адамның организмінде де болып жатады. Сол принциптары. Мысалы, ағып жатқан өзен, ағып жатқан сарқырама, жай көшеде жатқан немесе поляда жатқан сулардан айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Ағып жатқан сарқырама, ағып жатқан өзен ол өте тап-таза болады. Ал жай жатқан су сасып, жасыл түсті алып, бақалар, құмырсқалар, құрттарға, жәндіктерге толы болады. Тура солай. Организмде бір нәрсе тұрып қалатын болса, ол сасиды. Тағам тұрып қалатын болса да, бактериялар тұрып қалатын болса да, ол жер сасиды. Осы видеоны жасамастан бұрын мен ізденіп қараған кезде, бірінші себеп бактериялар деп айтқан. Мен оған толықтай келісе алмаймын, себебі адам күнде тамақ ішеді, су ішеді, әртүрлі сусындар ішеді, кола ішеді, көп нәрсе ішеді. Сол кезде мынандай сұрақ болу қажет. Егер біздің ауыз қуысымыз күнде жұмыс жасап тұрса, не үшін ол жерде тұрып қалған процесс болуы мүмкін? Біз жегенде ары қарай асқазанға қарай кетіп жатыр ғой деген. Ол дұрыс сұрақ. Адамның аузының қуысында бездер болады, шықшыт бездері, жағасты, тіл асты бездері. Осы бездер сілекей бөліп тұрады. Сілекейдің құрамында лизоцим деп аталатын бактериоциттік фермент бар. Осы фермент бактерияларды ауыз қуысында жойып тұрады. Бірақ не үшін енді ауыз қуысы сасиды деген сұрақ? Ең бірінші себеп бұл кариес. Стоматологиялық тістің созылмалы аурулары, тістің шіруі, тістің қарайып тұруы, 3-4 жылдан бері тістің жұлынып іріңдесіп кетуі, осының барлығы ауыз қуысына жағымсыз иіс беріп тұрады. Себебі бұл бактериялар өзінен өмір сүру барысында экзотоксин бөліп, осы жерге жағымсыз иісті туындатып тұрады. Екінші себеп бұл гастрит. Алдыңғы видеода айтқандай, Helicobacter pylori гастритке алып келсе, бір себебі бактерия. Бұл Helicobacter pylori асқазанның қышқылығынан қорғану қажет. Қалай қорғанады? Бұл өзінен уреаза деп атайтын фермент бөліп, сыртын қаптап алады. Ол қаптаған фермент аммиактан қаптайды сыртын. Аммиактың иісі жағымсыз иіс, ауыз қуысына беріп тұрады дегенде көзқарас бар. Үшіншісі бұл созылмалы гайморит, созылмалы тонзиллиттер, яғни мынау ангина, лор аурулары. Барлық лор аурулары созылмалы типке алып кететін болса, ол жерден жағымсыз иісті бактерияның иісін беріп тұрады. Тағы да бір себеп, өкпеде іріңді процестер болатын болса, тыныс алған кезде науқастың тынысынан жағымсыз иіс шығып тұрады. Сөйлегенде бұл ауыздың иісімен қосылып, адамның аузынан жағымсыз иіс шығып тұратындай көрініс береді. Достар, бұл негізі сіздердің кінәларыңыз емес, ауыздан жаман иіс шығуы, жаңа видеоның басында айтқандай, сол себепті аузыңыздан бір шірік көрсеңіз, немесе ангинаңыз ауыра беретін болса, асқазаныңызда ауру сезім болатын болса, дәрігерге барып қаралғаныңыз жөн. Ешқандай корейский сусындар, китайский сусындар, российский сусындар бұлар бұл кезде көмектеспейді. Этиологиялық, этиотропный ем жасамасақ, этиологиялық ем деген бұл алып келіп тұрған себепті жоймасақ, бұл симптомдары қала береді. Сол себепті дәрігерге баруларыңыз жөн. Бүкіл әлемдік дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, дені сау адамның өзі жылына 2 рет дәрігердің приемында болу қажет. Жалпы жылына 1 рет қаралғанды әдетке айналдырсаңыз, бұл сізге көп көмегін тигізеді, достар. Тағы да қорытындылай кете, бұл кариес, лор аурулары және ас қорыту жүйесінің аурулары ауыздан жағымсыз иіс береді. Ауыздың гигиенасы туралы айтпадым, оны менсіз-ақ барлықтарыңыз білесіздер. Достар, видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк, комментарий, подписка жасап кетіңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Всем пока!